Сәлем достар, сіздермен аниме өмір. Бүгін мен сіздерге Орочимарудың өмірі жайлы айтатын боламын. Кеттік. Орочимару 27 қазанда Канохада дүниеге келді. Ол бала кезінде ата-анасынан айырылып жетім қалды. Орочимару Хирузен Сарутобиның шәкірті еді. Орочимару жастайынан талантты еді. Оның садистік мінезі бала кезде қалыптасты. Цунады және Джираямен бірге Орочимару көп миссияларға қатысты. Хирузен командасы таратылғаннан кейін де ол Цунады және Джираямен бірге соғысты. Екінші дүниежүзілік шинобилер соғысында Амегакуреде болған шайқаста Цунады, Джирая және Орочимару ғана тірі қалады. Олардың қарсыласы Саламандра Ханзо құрмет ретінде оларға 3 атақты саннин мәртебесін берді. Соғыс біткен соң оларды 3 жетім бала тауып алады. Орочимару оларды өлтіргісі келді, бірақ Джирая оларға өзім қараймын деген соң ғана Орочимару бұл идеядан бас тартты. Анимеде Орочимару Хачибиның Джинчурикиін Кумогакуре ауылында өлтіріп, оның ДНК-сын алып қашып кетеді. Орочимару Данзоның қарамағында Анбу шиноби ретінде қызмет атқарды. Анбу қызметінде ол Кабутоны кездестірді. Сол уақытта ол Митараши Анкоға да ұстаздық қызметті атқарды. Орочимару өз мақсаттарын іске асыру үшін Хокаге болғысы келді. Дегенмен Хокаге титулын Минато Намикадзе алды. Минато Намикадзе Хокаге болған соң Орочимару Канохада қалуға ешқандай себеп қалмады және ол өз эксперименттерін енді жасыруға тырыспады. Ол Мокутон қабілетін ояту үшін 60 кішкентай бүлдіршінге эксперимент жасады және солардың ішінен тірі қалғаны Ямато ғана еді. Орочимару көптеген адамдарға аяусыз эксперименттер жасады. Солай Орочимару Фуши Тенсей, яғни тән ауыстыру техникасын ойлап тапты. Орочимару Тұман ауылында жүргенде өз қарамағына Кимимароны қаратып, соның көмегімен Джугомен танысты. Джуго арқылы Орочимару Рючидо орманын тапты. Орочимарудың денесі әлсіз болған соң ол Сенин модын қолдана алмады. Сол үшін ол соған ұқсас дзюцу проклятый печатты ойлап тапты. Оны Орочимару Анконың және басқа адамдардың денесіне сынап көрді. Анимеде Орочимару Учиха Итачиның дайындығын көріп қалып, Шаринганның күшіне шексіз құмарланды. Тас ауылында миссияда болған уақытта Орочимару Кабутоны өлтірудің орнына оны өз қарамағына қосты. Каноха Орочимарудың эксперименттері жайлы біліп, оның үстінен түсті. Орочимару қашуға мәжбүр болды. Сол кезде оны Хатаке Какаши кездестіреді, бірақ жас Какашиды Орочимару оңай жеңді. Қашып бара жатып, Орочимару өз зертханаларын түгел қиратып кетті. Сол кезде оны Джирая тауып алып, Канохаға қайтаруға тырысты, бірақ оның бұл ісінен түк шықпады. Орочимару болса Акацуки ұйымына қосылды. Орочимару Сасоримен бірге жұмыс жасады. Сол кезде Акацукиге Учиха Итачи қосылды. Орочимару оның денесін алып алуға тырысты. Итачи Орочимаруны оңай жеңіп, оны райынан қайтқызды. Артынан Орочимару Акацукиден кетіп қалды. Сасори мен Дейдара сатқындық жасаған Орочимаруны өлтіруге барды. Орочимару сол шайқаста Эдо Тенсейді алғаш рет қолданды, бірақ ол тірілткен 3-ші Казыкаге оның бақылауынан тез шығып кетті. Орочимару өмір бойы Тоцука қылышын іздеп өтті, бірақ ол қылыш Учиха Итачиде еді. Орочимару Канохадағы Чунин тестінде Учиха Саскеге өз печатын қойды. Тесттің 3-ші бөлімінде ол бір жағынан жасырын дыбыс ауылының капитаны ретінде көрінсе, тесттің басқа күні 4-ші Казыкаге кейпіне енді. Орочимару құм ауылымен бірге Канохаға шабуыл жасады. Сол шабуылда Орочимару өз ұстазы Хирузенді өлтіруге тырысты және 1-ші мен 2-ші Хокагелерді
сол үшін тірілтті. Дегенмен, сол шайқаста ол жанының екі қолындағы бөлігінен айырылады. Бірақ Хирузен де өледі. Орочимару екі қолынан айырылған соң, оның қолдары шіріп, қатты ауыра бастайды. Соны тоқтату үшін Орочимару Цунадені іздеп табады. Цунаде оны емдеуден бас тартып, Орочимаруды өлтіруге тырысады. Сол кезде оларға Джирая қосылып, Цунаде мен Джирая Орочимаруға жабылады. Орочимару қашып кетеді. Содан кейін Орочимару өз денесін ауыстыру үшін Саскені алып келуді бұйырады. Саске уақытында жетіп үлгермеген соң, Орочимару Геньюмару есімді шинобиның денесін алды. Бірақ Орочимару сонда да ниндзюцу қолдана алмады. Орочимару Саскенің денесін 3 жыл уақыттан ерте ала алмайтын болған соң, ол Саскеге ұстаз болды. 2,5 жыл өткен соң, Тенчи көпірінде Орочимару Нарутомен төбелеске түсті. Әлсіреген Орочимару сол шайқаста оңбай таяқ жеді. Ямато бастаған топ Орочимарудың базасын тауып алған соң, Орочимару басқа базаға қашып кетті. Содан кейін біраз уақыт өткен соң, Саске Орочимарудан кетпекші болып, оны өлтіруге тырысты. Сол кезде Орочимару оның денесін өзіне алуға бел буды. Бірақ Шаринганның күші арқылы Саске әлсіреген Орочимаруды оңай жеңді. Содан кейін Орочимарудың қанын өзіне қойған Кабуто оның қабілеттеріне ие болды. Саске мен Итачиның төбелесінің соңында Орочимару Саскенің мөрінен босап шығып, Яматоны Орочиді көрсетті. Дегенмен, Итачи Тоцука қылышы арқылы оны мәңгілік гензюцуға тығып тастады. 4-ші дүниежүзілік шинобилер соғысында Орочимаруды Саске тірілтті. Тірілген Орочимару Зетсуның клондарының бірінің денесін тартып алды және Саске үшін бұрынғы Хокагелерді қайта тірілтті. Соғыс барысында Орочимару басқа Кагелерді емдеуге ат салысты және Саскеге көмек беріп отырды. Артынан Орочимару мәңгілік Цукиоминың құрбанына айналды. Соғыс аяқталған соң, Орочимару Канохамен жауласуын тоқтатты. Бірақ Каноха шинобилері оны сырттай бақылауын тоқтатпады. Орочимару Нарутоны туған күнмен құттықтап, Нарутоның тойына қатысты және сол кезде оның қоңыздардан қорқатыны белгілі болды. Орочимару өз өмірін Боруто анимесінде жалғастырды. Ал осымен видеоны аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сіздермен бірге болған аниме өмір. Сау болыңыздар.